Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Бір күні түлкі тырнаны қонаққа шақырыпты. Тырна, маған қонақ болып кет, деді. Тырна дәмді тамақ ішкенді жақсы көретін, қуана келісті. Айтулы уақытта тырна келді. Есікті қағып тұрып, түлкі маған қандай тамақ береді екен деп елестетіп тұр. Кел, тырна, төрлет, деді түлкі. Сені көргеніме қуаныштымын. Түлкі қонақты құрметтеп, төрге шығарды да, былжыр ботқаны тәрелкеге молынан салды. Жей ғой, тырна достым, ұялма. Тырна қанша тырысса да, түлкінің берген тамағын жей алмады. Ұзын тұмсығымен тәрелкені ары тоқылдатып, бері тоқылдатып, тамақты татып та көрмеді. Түлкі өзінің тәрелкесін тілімен жалап жұқтап қойды да. Тырна, менің тамағым саған ұнамады ғой деймін. Жарайды, өзім тауысып қояйын, деді. Түлкі ботқаның бәрін өзі жеп қойды. Кешір, тырнажан, саған беретін басқа менде еш нәрсе жоқ. Тырна қанатын қағып былай деді. Жарайды, енді сен маған қонаққа кел. Келесі күні түлкі тырнаның үйіне қонаққа келеді. Амансың ба, тырнажан? Жағдайың қалай? Бәрі жақсы ма, деп жайын сұрады. Қайырлы күн, түлкішек. Сені күтіп отырмын. Тырна түлкінді үйіне кіргізіп, дастарханға шақырады. Дастархан үстінде қою көже құйылған, биік, жіңішке құмыра тұр. Түлкі, дәм тат. Бұған бар күшімді салдым, деді тырна. Дәмді тағамның иісі үйдің ішін алып кетті. Түлкі құмыраның біресе ар жағына, біресе бер жағына шығып айналып жүр. Құмыраның мойны тым жіңішке де ұзын. Түлкінің ең болмаса тілмен жалауға да шамасы келмейді. Ал тырнаның ұп-ұзын тұмсығы осы құмыраға дәл жарасып тұр. Ол көжені тұмсығымен шоқып жатып, түлкіге жымыңдап қарап қояды. Түлкі, сен неге ішпейсің? Менің тамағым ұнамай ма? Жақсылап тойып алам деп ойлаған түлкі әбден ашығып, ренжіп қалды. Қоштаспастан есікті тарсылата жауып шығып кетті. Ал тырна болса, қанатын қағып қала берді. Содан бері тырна мен түлкі дос болмайтын болыпты. Әрине, енді қалай болсын? Түлкінің өзінің істегені алтынан шықты.